Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шелпегімнің жасау жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Жылы сүтке аштықыны, тұзды, қантты салып, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Кейіннен дайындап алған ұнымызға жұмыртқаны, ертілген сармайды салып, осылай араластырып аламыз. Кейіннен жылы суды, дайын болған аштықымызды салып, жақсылап қамыр илейміз жұмсақ қылып. Қамырдың июін қандырып жақсылап иіліп болған соң, бетін жауып қойып, орап 1 сағатқа қойып қоямыз. Ашығаннан кейін қамырды 7 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды бөліп зуала қылып алған соң, бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Кішкене қамыр көтерілгенше 5-10 минут өткен соң, кішкене ұн сеуіп, қамырды жайып аламыз. Жұқа қылып жаймаймыз, орташа қылып жайып аламыз. Жайып болған соң, қамырдың ортасын осылай тестім. Қазір майға салған кезде көтеріліп кетпес үшін. Қамырды жайып болған соң, қызып тұрған майға 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Шелпектерді пісіріп болған соң, салфеткаға кішкене жайып аламыз. Майын өзіне сіңдіріп алу үшін. Негізінде шелпек жасаудың ешқандай қиындығы жоқ, барлығы біледі деген ойдамын. Егер де рецептісі қажет болса, осы рецепті қолданып көріңіз, ойыңыздан шығатынына сенімдімін. Егер де видео ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз.